Әскер командирі Гара. Біздің капитан кім болатын болды? Ана жігіттің өші пысқан сияқты. Неге менің әкем бізге капитан? Күрсічі екеміз атымызды шығарамыз. Соғыс әлі басталғанда жоқ қой. Ол не істеді? Уақыт борды қарында тойдырмау керек. Біздің капитан Гара болу мүмкін. Оның орынбасары сен, 4-ші бөлімнің капитаны. Түсіндің? Құдай-ай, қораға кірдім деген осы. Байрақ орындау басталғанда мен Хокаге болуға лайық дегенімді дәлелдеймін. Ал сонымен Гара мырза, сіз мұна әскердің командирісіз. Бір-екі ауыз сөз айтсаңыз дұрыс болар еді. Бәрі сонда, қозғалып келеді. Артқа барып бәрін баяндаңдар. Ал мен қалып жасырынатын жер іздеймін. Жалғыз қолы тым қауіпті. Көп сөйлеме, барыңдар. Ұзаққа ұқсамайды ғой. Денеміз өз еркіме қимылдап жатыр. Лас дүниені тірілту, яғни бізді біреу бұл дүниеге шақыртып алды. Өлілерді пайдаланайын деді ме? Сендер тосқаулы взводы боласыңдар. Сосормендайдар жауларды жарып алып тастайды. Кердің Чукичи мен Коноханың түбірі көмектесіп бақылап тұрады. Мен қайдам? Еркімді басып көрменсің. Мәңгілік өмірге риза боп тұрған адам үшін тым 200-ді сөйлеп тұрған сияқтысың. Ал мына өз әлсіздің кеудесіне қойып қойған қыра. Өлтірейін бе? Біз өлеміз, Барби. Сен сенімдісің бе? Сонша көп тірілгендердің әрқайсын бақылау әрине қиын. Қазірше мен тек бақыттап отырамын қозғалысын. Олар толығымен қолымның астында. Соғыс бастала, мен олардың естерін алып тастап, тек қан төккіш қуыршақтарға айналдырамын, уайымдама. Бұл жерде де ойнап алса болады, кейде оларға тиіспеген де дұрыс. Егер сезімдерін қалдырсақ, жауларымызда түсініспеушілік пайда болады. Бұл сіз бе, Дан мырза? Иә, екеуміз де өлігелі жатырмыз ғой. Бізді құрбандыққа берілетіндер арқылы шақырып алды. Бірақ не себеппен? Осы жағын қорқып тұрмын. Ақ Зетсу мен Қазетсуды алмайсың ба? Зетсуды Саскеге қарап отыруға қалдырдым. Шайқас ортасында сен оны алып кете алмайтындай. 100 мың Ақ Зетсулерді жер астына жібердім. Бізде бір сақпа мүмкін, бірақ одан бұрын. Кешіріңіз, капитан Анко. Мына сезім, Орочимар, жыланды қол! Жарысың өрің бар болса, Орочимар мырзаға теңмін деме, сен өзің оның орын алайын деп тұрсың ба? Кітап жегіш құрттың тайжутсу маған істе алады. Менде антиденелер болса да қалай уландырды. Ол антиденелер мынауға қарсы тұра алмайды. Кабы да дұрыс айтыпты. Нысанымыз 2 сағатта. Артқа қарамай жүгіріңдер. Мен оларды тоқтатамын. Баяндаманы жеткізіңдер. Жап-жас баланы командир етіп қойғандарын бірі. Гара мырза қайдағы біреу емес. Білмей тұрып аузыңдағы боқты шығарушы болма. Соңғы кездер жау болғанымыз босқа емес. Әлі де, менде қазірде сендерге бір тамшы сенімім жоқ. Тіліңді кесіп болсам ғой. Олар Орочимаруға алданып қалса да, соны Коноханы қиратып үлгерді. Олар солай істемегенде, Хирзон мырза әлі. Мылжыңдаған Коноханың еті. Сендердің шинобилерін келілер бейсамаға жабыл жасаған және 5 каге саммитін құртты. Райкаге мырзаның сол қолы жаңайсың жауап бере аласыңдар. Көптеген жылдар бойы жау болған адамдарды бір күнде біріктіру қиын. Ал Ива, сендерше? Кири, не деп тұрсың? Айтайын дегенім, сендер Ивалықты артық көрмеген айуансыңдар. Не дедің? Йосуга апаты кезіндегі сендердің иттік сатқындықтарыңды біз ешқашан ұмытпаймыз. Біз бұл бірлесікке тек Анрио мырза үшін ғана келдік. Ол тыныштықты тілесе де түрмеге қамалды. Кири, Ивамен бірге жұмыс істемес.
Qani еді. Қайтадан қай жерден сатып кетсем деп тұрсың ғой, Иба. Өзіңе ие бол. Менің әкемді суна өлтірді. Сені сол үшін өлтіріп тастаймын. Бол, жетер. Алғашқы ұлы Шиноби соғысынан соңғысына дейін Шиноби жараланып басқаны жек көруді бастады. Бірақ тек өз қарабасы мен ауылының пайдасы үшін ғана. Сол жек көрініш күш мені құрды. Мен де сол жек көрінішке күшке толған жен-жүйрікке болдым. Бұл әлемді адамдармен қоса жек көрдім. Ойлағаным тек жойып қиратсам. Қазіргі кәскеден түк айырмашылығым болмады. Ақырында мені Коноханың Шиноби тоқтатты. Сондай қатты сезініп тұрсың. Тіпті ауыртып жатқан білем. Гара. Наруто. Жүрегімізді шырып жібердің ғой. Ол мен үшін көз жасын төкті өзінің жауы үшін. Оны өлтірейін десем де мені досым деді. Ол мені құтқарды. Біз жау болсақ та оған қоса жен-жүйрікке де болдық. Бір-біріміздің қиналғанымызды түсінгенде ғана ашу кек жойылады. Мұнда ешқандай жау жоқ. Жалғасырап қалғанымыз Акацукиның әсері. Суна. Ива, Коноха, Кири, Кумо енді жоқ. Қазір бәріміз тек Шинобиміз. Біреуің болсын Сунаны кешір алмасаңдар, соғыс аяқтала сала менің басымды алыңдар. Бәрінің түрлері өзгерді. Біздің дұшпанымыз қазір менің құтқарған досымды іздеп жүр. Ұстап алатын болса, бұл әлем жоқ дей беріңдер. Мен оны қорғап қалғым келеді. Бұл әлемді қорғап қалғым келеді. Маған бар күштеріңді беріңдер. Сіз бен біз, Гара мырза! Рухтандырып жатқан сайын бәрі жақындасып жатыр. Сонда біз бәріміз енді жолдастарымыз ғой. Бәрінің исін жаттап алу керек болды ғой. Енді Зука кланын көрсетейік. Жолдауымды естігендер, меніме бірге тұрыңдар. Дәтті байы. Жақсы, жаттығу бітті осымен. Медициналық көмек бөлімі, сенсор және қорғау бөлімі, тосқауыл бөлімі. 4-ші ұлы Шиноби соғысын біз жеңеміз. Әлбетте жеңеміз. Достарымызбен бұл әлемді қорғап қалу үшін біз соңғы демімізге дейін бірге боламыз. Бұл соғысты басымнан кешкен қаламаппын. Аяқысты жолдаршы болдап, жалғыстыр қалсам, не болады? Ал егер олар мені ұстап қинасашы. Ал егер миымды шайып, Каруи мен Райкаге мырза қарсы қол көтерткізсе. Омой! Естіп тұрсың бе? Жауларымыздың кеңістігіне кірейін деп тұрмыз. Бір нәрсе сұрасам бола ма? Капитан, жасымыз бірде ақ қой. Бірінші рет соғыстасыз ба? Толқып тұрған жоқсыз ба? Тыңды, біздің бөлімнің істеген нәтижесі соғыстың нәтижесін шешеді. Ойларың тек жеңісте болсын. Отбасыларың мен достарыңды ұмытпаңдар. Кездесақтарда жарылғышсыз лақтыруды бастады. Мен оларда. Мен jutsuымды күшейтуім керек. Мына масалар мазамды алды ғой. Тығылғандарын қара. Масалар чакра сезгіштікке кедергі. Барлаушылар мен енетіндер бөлімі. Масалар мұнымен не істейді екен? Қоршап жатыр!
Rankаны көз алдымнан жоғалттым. Штабқа алып барыңдар. Мен негізгі бөлімге. Жиналыңдар. Біз жаудың аумағындамыз. Осы жерде база орнатамыз. Тапсырмамыз тұзақтарды орнатып, жауды қақпанға ұстау. Омой! Жан-жақтан жарылғыш белгілерді қойып шық. Сай, көкті қарауылдау сенікі. Иттан үлкен траншея қажет. Танго, чакра тасымалдау антеннасын орнат. Сатчы мен хухайдау сенсорлы қарауыл. Керек екеміз келесі ісімізді ойластырамыз. Уайымдамасаңызшы, сіздерде чакра сенсор бар ғой. Соғыста болсаңсы болмасын, Саджи. Мен осы элитаға бір себеппен жіберді ғой. Тағы қарауылдайтын не бар? Кабудолас дүниені тірілтуді пайдаланады. Орочимарудың нинджутсуы. Баяндама бойынша өлі денелерге жанды байлап қойды нинджутсу. Өле алмайтындар. Тек қимылдарын тоқтатып, не жандарын өрлей аламыз. Тәпті пайдаланушыны өлтірсек те jutsu тоқтамайды. Әр бөлім Кабутоның орнын табуға тырысып жатыр. Тапқанды генжутсу арқылы сындырамыз. Бұйрығы осы. Бірінші бөлім. Менімен! Сөндіру jutsu. Не бұл? Бір кетерге тұр, бірақ біреулер келе жатыр. Осы жерге. Солар ма? Анау Муто мырза ғой. Чакрасын сезіп тұрмын. Ол Абрама кланнан барлаушыларға қосылған. Тоқта, ей! Мен оның алып келем. Муто мырза. Хухайто, Бякуган. Кетері. Құмырасындағы масалар Абрамын кемес. Саджи, артқа. Көріп қойдық әдемін, ә? Муто мырза, тыңдаңдар. Мен өзімді басқара алмайм. Мутоның құмырасында ақ чакра массасы жабысып жатыр. Дейдараның сазы. Иттан, жер қимылда. Жару! Өнерде болсын айт. Шашып тастадым ға. Тірі. Абраманың құтқара алмадым. Керес ачығары. Құпылай. Соғыс бізге қайғыруға мүмкіндік беремін. Сәғадай болыңдар, келе жатыр. Ойластырып алғы уақытым жоқ па? Айны кесінді. Олар Токума, Ранга басқарылып жатыр ма? Үстінен. Қазірше өлтірмей қоятыр. Сонымен не істейміз? Лас шайқасып жатырсың. Сәсөри, білем сен сол жердесің. Мен саған марионетке шеберсің бе? Тосқауылдар бұлай бетпе-бет келгені қызық екен. Осыны кім жеңеді, сол нағыз тосқауыл. Біздің жақ соғысты бастағандар. Сендерді жеңу соғыстың соңын алып келеді. Біздің жеңілуіміз мүмкін емес. Білесің бе неге? Біз өлмеспіз. Қаш, інім, бұл денелерді жеңе алмайсың. Аға? Отбасы қосылды. Жолдастар мақылыш көтерткізгенің үшін. Қайдағы жолдас ағымы? Қайда танго кетті. Аға, бақылаудан шық. Сәсөри бөлек әңгіме. Олд. Кергескін. Омай, жарайсың. Мені кесім дегендей болды, бірақ негізі арттарларды дәлдеп түсіріп алды. Чакра жіптерімді кесіп тастады. Иттан, енді көтер. Жердан қозғалысы. Не? Сені бұрында осында кейіпте көргенмін. Соңғы кезден бері жіптерді пайдалануың өсіпті. Қызыл құпиядан мақтау естігеніме қуаныштымын. Бірақ менің қара құпиям сенікінен асып кеткен. Менің уыма қарсы антидот табылған сияқты ғой. Сенімен қайда жайғасу тағдырға жазылып қойған нәрсе. Тоқта!
сол кезде еске түсірмеген күн жоқ. Қабілетің бар екен, бірақ сенің барлық қуыршақтарыңды тесіп көре аламын. Жасырын тактикаларды ешкім оқи алмаушы еді ма? Карасу, Саншоу және Кураори. Оларды құрастырған адам сенің алдыңда тұр қазір. Қуыршақ шебермен данышпан сен ба не? Қызыл қомның Сасория! О, денеңде тарай бастаған сияқты. Мен сені өлтірмеймін. Бұлайда 3 күннен кейін одан өлесің. Ал қазір сол рақымдылығыңды қайтаратын уақыт. Сасори,